Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сұмдық ақпарат. Ақтөбе әкімі лауазымын 1,5 миллион долларға сатпақ болған алаяқтар үшін арнайы үкім шықты. Еуразия бірінші арнасының мәліметі бойынша іс бойынша 5 күдіктінің 4-еуі бас бостандығынан айырылды. Олар 5 жылдан 7 жылға дейін түрмеге қамалды, ал 5-шісі 5 жылға шартты түрде сотталды. Бұл іс жайлы ұлттық қауіпсіздік комитетіне 30 жыл фильмі жарияланған уақытта белгілі болды. Деректі фильмде хабарланғандай, қылмыскерлер өздерін жоғары лауазымды шенеуніктердің көмекшілеріміз деп таныстырған. Бұл биыл болған оқиға. 1,5 миллион долларға Ақтөбе қаласының әкімі қызметін ұсынған. Олар 30 миллион теңге көлемінде аванс беру кезінде ұсталды делінген деректі фильмде. Жаңа Қазақстанды құрамыз деген біздің билік әкімдікті миллион долларға сататын болса, оның несі жаңа Қазақстан? Қалай ойлайсыз? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.